Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде бірінші ЦРС, ол түрік қағанаты ежелгі орта ғасырдан бастап 6 және 12 ғасырлардың арасы туралы айтатын боламыз, және сол уақыттарда өмір сүрген қағанаттар туралы айтатын боламыз. Ең алдымен бізде ол түрік қағанаты 552-603 жылдары пайда болған қағанат. Оның ең алғашқы түрік сөзі этноним сөзі ретінде 542 жылы кездескен болатын. Ол Қытай деректерінде кездесті. Түрік қағанатының пайда болу тарихы туралы кішкене жалпы түріктердің пайда болу тарихы деп айтсақ болады. Оған тоқталып кететін болсам, ең алдымен бізде түріктер олар ежелгі сақтардың, ғұндардың, оның үйсіндердің нелері деп айтамыз, ұрпақтары деп айтамыз. Және де енді олар өздерінің пайда болған кезінде олар көк ашина руынан шыққан болатын, Тире тайпасынан шықты. Ең алдымен олар жужандардың қол астында болған болатын. 552 жылға дейін. 551 жылы біздің Буман қаған тұрып, өзі соғыс бастайды. Әнде ол соғыста 551 жылы ол ең алдымен жужандарды жеңген болатын. Жужандарды жеңіп, ол өзінің тәуелсіздігін алды десек болады, және түрік қағанатын құрған болатын. Түрік қағанатын құру барысында ол көптеген тайпаларды өзімен біріктіріп, және солай Анағұй дегені басын алған болатын. Анағұй деген ол жужандардың ханы, және олардың дерегіне қарайтын болсақ, именно Анағұйдың сөзіне жужандар неге темір салық төлеп тұрған екенін біз сол жерден байқауға болады. Енді 552 жылы бізде түрік қағанаты құрады, және 553 жылы Буман қаған қайтыс болады. Ал енді 553 жылы жужандарды толыққанды жеңген, оның Қара Еске деген бауыры болып саналады. Қара Еске ол билікке отырған жоқ, ол басшы болды, әскери басшы болды. Енді осы жерде Буманнан кейінгі оның інісі Мұқан қаған билікке отырған болады. Мұқан қаған отыруы 573-572 жылдары. Ол мысалы біздің жерімізді алып Манчжуриядан Енисей қырғыздарын бағындырған, және солтүстік Қытайға шейін созып берген болатын. Ең дамыған уақыт осы уақытта деп айтсақ болады. Себебі Мұқан қаған өзінің билігімен барлық жерлерді басып алып, өзінің күшімен көп жерлерді басып алған болатын. Әрине Мұқан қаған қайтыс болғаннан кейін көптеген қағандар отырды, бірақ одан кейінгі ең маңызды қаған ол Иштеми қаған болып саналады. Неліктен? Себебі Иштеми қаған ол Онок Будун жүйесін жүргізген болатын. Болашақта Шыңғыс ханның кезінде де Шыңғыс хан оны қолданған болатын. Енді ол уақытта бізде көрші елдермен жақсы қарым-қатынас жүрген болатын. Ол қарым-қатынас қалай болды? Ең алдымен ол Византия елімен өте жақсы қарым-қатынас жүрді, және Рим мемлекетіндермен селжұқтарға қарсы бір соғысу керек болды. Алайда қалай болады? Рим империясы селжұқтарды ойдаға да еніп ойлағандарындай жеңген жоқ. Себебі Рим империясы өзі барып нені жеңген болатын, ал біздің нелерді қалдырып қойған болатын. Сол себепті олар біздің түріктерге салық төлеп тұруға да мәжбүр болған болатын. Ал енді біз Византиямен жақсы сауда қарым-қатынаста болғанымызды қайдан білеміз? Ең алдымен ол әрине бізде Византия жерін табылған түрік тиындары, және біздің жерімізде табылған Византияның тиындары. Және бір деректерге сүйенетін болса, біздің Маньях 568 жылдары, қателеспесем, сол жылдары Византияға барып, Византияға елші ауысқан болатын. Елші ауысқан кезде олардың елші Земарх бізге келген болатын. Және олар осы уақытта ең жақсы кілем тоқитын деп саналған болатын. Ал енді осыдан кейін олардың ең құлдырау сәті 603 жылы байқалған болатын. Неліктен олар құлдырады? Жер өте үлкен болды. Әр жерде мен де айттым, тайпаларды біріктірді. Әр жерде әртүрлі тайпалар болған болатын. Және сол тайпалардың кесірінде ішкі алауыздық пайда болды. Себебі жер үлкен, билікке талас басталды. Иштеми қағаннан кейін билікке талас өте күшейген болатын. Жалпы енді бұл жерде міне егер осылай картамен түсіндіріп көрсететін болсам, өте үлкен жер болып саналған болатын. Және де осы уақытта 603 жылы ол екіге бөлінген болатын. Олар батыс түрік қағанаты және шығыс түрік қағанаты. Енді батыс түрік қағанаты туралы айтатын болсақ, 603-704 жылдары өмір сүрген қағанат. Және де бір қызығы, осы батыс түрік қағанаты дегеннің басшылары олар дулулар мен нушибилер, ішінде онок тайпа деп аталатын болады. Және олар түрік қағанаттың құрамында болды. Және де бұл сонда бізде бір тайпа құлдырағаннан кейін, онына келесі тайпа келе береді деп айтсақ болады. Ал енді батыс түрік қағанаты Жетісу жерінде өмір сүрген кезіндегі үйсіндердің жері, және де оларда тәңіршілдік болды, астаналары Суяб қаласы болды. Және де астаналары Суяб қаласы территориясы ежелгі үйсін территориясы болып саналады. Ең алдымен оны құрған Тардуш Дато деп хан болады.
және де олардың негізін қалады Иштими ханның баласы болып саналады. Иә, осы жерде ең мықты батыс түрік қағанаты гүлденген шағы, ол батыс түрік қағанатының гүлденген шағында билік еткен тон қаған мен шегу қаған саналады. Тон қаған кезінде даже қытай деректерінде былай айтылады: бұл қаған тұсында батыс варварлары ешқашан мұндай мықты ел болған жоқ деп айтылған болатын. Бұл тон қағанның қандай мықты болғанын көрсетіп тұр деп айтсақ болады. Ал енді шығыс түрік қағанаты 682-744 жылдары. Ал неліктен ол осынша кеш құрылды деп ойлауларыңыз мүмкін. Ең алдымен олар бөлінгеннен кейін әрине мемлекет құрады, бірақ олар Қытайға бағынышты болып қалады. Қытайға қалай бағынышты болады? Олардың территориясы, моңғолдардың территориясы Моңғолия территориясына кеткен болатын. Және сол уақытта олар өзінің билігінен айырылып қалып, біраз жылдар бойы таулардың арасында қытайларға салық төлеп өмір сүрген болатын. Бірақ 682 жылы астанасы өтеген жерінде, Моңғолия жері, шығыс Қазақстан, Қапаған мен Елтеріс қаған оларға өздерінің тәуелсіздігін алып береді. Олар қытайларды толыққанды жеңгенде өздерінің территориясын алып шығып, және өздерінің мемлекет ретінде санайды. Ол уақытта олардың құрамында ұйғырлар мен қарлық көптеген тайпалар болады. Ал енді айта кететін жайт, бұл жерде шығыс түрік қағанатында күлтегін, және тоны көк, қапаған, білге қағандар болады. Ал енді ең маңыздысы, олар ұлы жібек жолының контролін өздеріне қайтып сайды. Бірақ бұл жердегісі ең қызығы, олар батыс түрік қағанатымен әрі де былай жақсы қарым-қатынаста болмайды. Ал енді осы уақытта батыс түрік қағанатының кезінде 700 жылдар Тоныкөк шегу қаған қайтыс болғаннан кейін Ешпар Елтеріс келеді. Ешпар Елтеріс келген кезде екі тайпа айттым ғой жаңа, дулулар мен нушебилер. Олар 5 тайпадан іштен болған, олар бір-бірімен билік үшін таласады. Осы уақытта Ешпар Елтеріс келеді, ол өзінің Иштими ағасы деппін ғой, қалдырған билігін будын тайпа жүйесін жүзеге асырады. Ол бойынша әр мемлекеттен бұлай бір адам таңдап алады да, дауыс беру арқылы билікке кіреді. Алайда ол да әсер етпейді. Ешпар Елтеріс қайтыс болғаннан кейін дулулар мен нушебилер өзара соғысып, ақыр аяғында батыс түрік қағанаты 704 жылы құлайды. Ол уақытта шығыс түрік қағанаты одан сайын дамыған уақыт еді. Неліктен? Біз Орхон Енисей жазулар туралы білеміз. Ол жазуларда біздің күлтеген қаған туралы көптеген әңгімелер айтылған болатын. Шығыс түрік қағанатының басшысы. Және де енді айта кететін жайт, оны Тоныкөк арқылы жазды 744 жылы енді бұл қалай қолдырады. 744 жылы қарлық пен ұйғыр бірлескен тайпа бірлесіп ең басшыларға соғыс ашады. Билікте отырған тайпаға. Және оларды жеңеді, бірақ ол кезде былай болып қалады. Міне, ең тарихи сәл осы жерде қарлықтар мен ұйғырлар келісімі бойынша екеуі де билікке келу керек болды. Алайда ұйғырлар өздерін қаған санап, қарлықтарда жабу деген атақ береді. Ол қағаннан 2 есе төмен деп айтсақ болады. Және оларға қараған кезде құл сияқты қарайды. Және сол жерден қарлықтар оны шыдамай, осы жерден Жетісуға қарай көшуге тура келеді. Жетісуда осы жерде 744 жылы өмір сүрген, 756 жылы өмір сүрген Түрлігеш қағанаты өмір сүрген болатын. Енді Түрлігеш қағанаты негізін қалаған үшлік қаған болып саналады. Жетісу өңірінде астанасы Суяб, жазғырдасы Момбулақ болып саналады. Ал енді олардың өзіндік бір тарихи оқиғаларының бірі ол Атлақ шайқасы. Атлақ шайқасы деген қалай? Оған қалай келдік деп айтсақ болады. Үшлік қағаннан кейін бізде тарихи оқиғалар болады. Біз әрі қарай Қытаймен соғысты жүргізіп жатырмыз, және де бізге батыстан бір қауіп төнеді. Ол қауіп арабтар болып саналады. Арабтар өздерінің мұсылмандық дінін әрі қарай тарату үшін олар жорыққа шыққан болатын. Ал енді әрі қарай айтатын болсақ, олар жорыққа келген кезде біздің жерде соғысады. Ол кездегі біздің қаған сұлу қаған, оны содан кейін Әбу Мазахим сол сұлу қаған деп атап кететін болған. Ол Суяб астанасын сол соғысу кезінде Жетісуды қытайлар басып алады. Суяб астанасын Таразға айналдырған болған. Және Тараздың маңында 756 жылы, қателеспесем, арабтар мен қытайлар соғысады. Осы уақытта біздің жерге келген бағана қарлықтар келеді. Қарлықтар Жетісуға келген кезде, Жетісуға жолға кеткен кезде олар оғыздармен соғысып, бірақ оғыздарды Жетісуден тоже қуады, Жетісу жерінен. Оғыздар ілеге барады, олар туралы қазір айтамыз. Ал енді әрі қарай соғысады. 4 күнге созылған соғыс Тараз жағының маңында болады, Талас маңында болған болатын. Ал енді сол соғыста арабтар мен
түргеш қарлық әскері қосылған денеді. Осы уақытта қытайлар 1000 жылға неге кетіп қалады, жетісудан шығады. Ол біз үшін өте үлкен жетістік. Ислам діні ары қарай дамиды. Ары қарай айтатын болсақ, енді түргеште тоже ішаралық өзіндерінің арасында перепалкалар болғаннан кейін оларды қарықтар басады. Қарықтар қалай басады? Олар арабтармен жақсы қарым-қатынас жасағаннан кейін арабтар кетіп баратып, қарықтардың бір адам билік орнына қойып кетеді. Солай түргеш қағанаты 756 жылы құлдырайды. Енді олардың орнына қарлықтар келеді. 756-940 жылдары. Қарлықтардың өзінің бір қызық несі болған болатын. Осы уақытта оларда ислам діні ақырын тарай бастаған болатын. Қарлықтар олар ең алдымен түрік қағанатының ішінде болды. Міне ең қызық жері осыда. Қағанат ауысқанымен оның ішіндегі адамдар, мысалы, енді тайпалар олар ауысқан жоқ. Олар просто берген мықты тайпа келеді, әлсіз тайпа астқа қарай түседі. Болды, осы ғана. Астаналары Суяб қаласы болады қарлықтарда. Және еще үшіктердің астанасы тоже Суяб қаласы, жазғы Күнгөт қаласы болады. Ал енді қарлықтардың жалпы саяси тұрғысынан келетін болсақ, оларда 9 тайпа болған ішінде. Олардың ішінде ең мықты бедел тайпалардың бірі Бұлақ тайпасы болған. Оларда да Қаған, Ябғу, Жабғу дегендер атақтар берілген болатын. Ал енді жетісуде олар әрі қарай Қытаймен соғысты жалғастырады, және де осы кезде олар ұйғырларға сақтап қалған өзінің іштік абидасын орындайды. Қалай орындайды? Біз білеміз, ұйғыр қағанаты басып алғаннан кейін 840 жылы Енисей қырғыздармен қосылып, қарлықтар барып ұйғыр қағандарын бытшытын талқандайды, және олардың жерін алмайды даже. Одан кейін ол жерде мемлекет құрылған жоқ, құрылды. Найман Ляо империясы болды ғой деймін. Ал енді қарлықтар өздерінің территориясына келеді. Қарлықтар жалпы қалай ислам дінін бірте-бірте ене бастайды халық кезінде, жаңағы кімдерді жеңеді. Ал енді осы жерде Сырдарияда өмір сүрген Оғыз мемлекеті туралы айтатын болсақ. Оғыз мемлекеті туралы айтатын болсақ, оларды былай 9 ғасырдың соңы мен 11 ғасырдың басына шейін өмір сүреді. Оғыздар, олар осы Европа өздерінің түркілігін сақтап қалған мемлекет деп айтсақ болады. Неліктен? Ең алдымен оларды Жетісудан Сырдарияға қарай қуады. Сырдарияда бізде олар өмір сүреді, және де олар 900 Ресей князьдарымен бірігіп, ең алдымен ұйғыр бұлғарларды және де қазарларды жеңеді, толық қандай жояды. Және де олар солай өздерінің территориясын біразға шейін апарады. Олар осылай ары қарай дамиды. Алайда осы уақытта бір қызық оқиға болады. Ол қандай? Оғызнама шығармасында бізде айтылады, олар тек қана бір-ақ билеуші туралы айтылады. Ол Шат-түтік пе? Вроде солай, аты қателеспесем. Ал енді ол кезде олар Сырдарияда Янкент деген қаласы болған, Жаркент. Ал Жетісудағы астанасы ол ескі Гузия болып саналады. Оларда билік басында Жабғу отырады. Әнде Жабғу оларда Инал дейтін болады, кімді тәрбиелейтін, мұрагер тәрбиелейтін, және сондай атақтар өздерінде болады. Оларда негізгі шаруашылығы егін шаруашылығы, және жартылай отырықшы көшпелі шаруашылықпен айналысқан болатын. Қызық жағдай, бұлардың да құлдырауы өте қызық болды. Қазір Қимақ туралы айтатын боламыз. Қимақ тайпасы кезінде олар өздері Қимақтың тайпасын, ол Қимақ тайпасымен жақсы қарым-қатынаста болды. Алайда Қимақтың ішіндегі қыпшақтармен олар дұрыс қарым-қатынаста болған жоқ. Сол себепті оларды Қимақ қағанаты ішіндегі қыпшақтар оларды толыққанды қуып жібереді. Олар Европа жаққа қарай барып, Европада өздерінің Осман империясын құрады. Олар өзінің түркілігін жоғалтқан жоқ. Оғыздар туралы айттық. Ал енді қарлықтардан кейін бізге Қимақтар туралы айту керек. Қимақтардың неге, егер картасын көрсетіп жүрсем болады, көріп тұрғаныңыздай карталар осы. Қимақ қағанаты шығыс пен орталық қазақстанда өмір сүрген қазақстанда болды. Олар да 9 ғасыр мен 10 ғасырдың басына шейін өмір сүрген болатын. 10 ғасырда өздерін түсініп тұрсыздар. Қыпшақтар өте қатты тайпа ретінде дамып, олар
билікті басып алды. Осылай Қимақ қағанаты астыға түсіп, билік Қыпшақтардың қағанат тайпасына өткен болатын. Ал енді қызықты оқиғаларға келетін болсақ, олар Енисей түркілермен, Енисей қырғыздармен жақсы қарым қатынаста болды. Олар әрдайым қарахандықтармен соғысты. Ә, Осы уақытта олар жаңағы ұйғырлардың территориясында құрылды деп айтсақ болды. Ұйғырлардың территориясында құрылады. Олардың астына қарай қарахандықтар, енді бұл жағында оғыздар болады. Ал енді әрі қарай айтатын болсақ, Қимақ тарихында Қимақ қағанаты олар өте саяси тұрғыда олардың діндері тәңіршілдік және христианство діні болғандықтан олар қарахандықтармен жиі соғысатын. Енді қарахандықтар деген кім? Кезіндегі қарлұқтарды 940 жылы қарлұқтарды басып алады селжұқтар. Халықтар сол кезде Жетісудан Баласағұн деген астанаға ауысады. Сол кезден кетіп қалу керек болады. Әнде олар басқа келіп, қайтадан келіп астананы басып алады. Әнде олар оны Қарахан деген ат қояды. Қарахан тарихын ашқан Садық Боқыра хан, ол Қараханды бірінші рет пайда болғызды. Және де осы жердегі тарихи ең маңызды оқиға ол Мұса ханның оқиғасы 960 жылы. Мемлекеттік дін сол кезде ислам діні болып айтылады. Ең алғаш рет ислам діні мемлекеттік дін болып саналады. Бұл орталық Азияда болған ең үлкен, ең және саяси маңызды жағдай. Неліктен саяси маңызды жағдай? Себебі арабтар ислам дінін, Мұса хан, мен ойымыз бұл бізге айтылғандай, мен оны көрдім видеосын. Мұса хан өзінің билігін жақсарту үшін және де өзінің билігі тұсында көптеген мықты союзниктер табу үшін ислам дінін қабылдайтын. Неліктен? Себебі ол кезде арабтар өте мықты болады. Және де арабтардың қолдауын алу үшін сен ислам дінін қабылдау керексің. Осы уақытта бізде Отырар, Яңикент қаласы, Жаркент қаласы, Тараз қаласы, сауда қалалары, Ұлы Жібек жолы жақ қалалары өте қатты дамиды. Себебі мұсылман қаласы көптеген діндерді ары қарай дамиды. Ал енді осы уақытта бізде жаңа қарахандар болды. Қарахандар өте мықты мемлекет болып саналады. Олар 940-212 жылға шейін өмір сүреді. Қарахан өздерінің тарихында, бірақ олар отырықшы егіншілік пен отырықшы жартылай көшпелі мал шаруашылығына ұстанады. Қарахан мемлекеті. Қарахан мемлекетінің территориясы Жетісу жері, Жетісудағы Баласағұн және бұрынғы түрік қағанатының жартылай желісек болады. Бірақ Қимақтар осы уақытта Қыпшақтар Қимақтарды басып алады. Неліктен? Көптеген жерлерді Дешті Қыпшақ деп атайды. Қыпшақтарды половцы, кумандар деп атаған болатын. Орыстар мен европалықтар. Және осы уақытта Қыпшақтардың тұсында біз Ресей князьдігімен біз өте жақсы қарым-қатынаста боламыз. Және де олармен бірге біздің көптеген сөздеріміз оларға еніп кеткен болатын. Богатырь және де көптеген басқа да сөздер соларға енген болатын. Біз сол жерден өзіміздің көптеген тарихымызды білеміз десек те болады. Сол себепті Дешті Қыпшақ деп аталады. Қарахандарды кейіннен екіге бөлінеді. Екіге бөлінген кезде олардың бірлеуін әртүрлі тайпалар билік етеді. Бұл ең маңызды мемлекет болып саналады. Және де Самарқанд болады. Батыс Қазақстан астанасы Самарқанд, шығыс Қазақстандікі Баласағұнға жақын Қашқар қаласы болады. Астаналары біреуі Жетісудан шығыс Түркістанға шейін, екіншісі Мауреннахр жерлерін алған болатын. Және олардың өзінің қалалары болады. және де көптеген ол жерде оқиғалар болады. Енді бұл қалай бұлар өздері құлдырады. Осы кезде Қара Қытай қидандар туралы айту керек. Ол бізде неде бар ма екен? Қидандар туралы айтатын боламыз қазір. Қидандар олар Ляо империясынан шыққан болады. Ляо империясы құлдырайды. 942 жылдан бастап өмір сүрген Ляо империясы 1121 жылға қарай құлдырайды. Қазір кешірім сұраймын. Түрік қағанатынан бастап дұрыс Қара Қытай келеді екен. Енді Қара Қытай туралы айта кететін болсақ, Қара Қытайлар олар негізі
ляо империясынан шыққан христиан дінін ұстанатын адамдар болып саналады. Қара Қытайлар біздің мемлекетке қалай кіріп кетеді деген сұрақ болады. Мен жаңа айтып кеттім, бізде қарахандтар, олар отырықшы егіншілікпен және қалаларда өмір сүріп бастаған болатын. Ал ляо империясы деппін ғой. Қара Қытайлар қидандар. Олар таза көшпелі жаужүрек халық болып саналады. Олар біздің мемлекетке келеді. Біздің қарахандтар ол кезде білімге өте мықты болған халық. Олардың ойынша олар Қара Қытайларды өздеріне сіңіріп, оларды күш ретінде қолданғысы келеді. Күш. Бірақ Қара Қытайлар алады да баласағынды басып алады. Басып алғанда да олар толыққанды жоймайды. Жай ғана алады да баласағындағы адамдарға салық төлеткізіп қояды. Қазіргі олар отырықшы халық ештеңе істей алмай қалады. Неліктен? Себебі олар басқа ешқайда кете алмайды. Олар салық төлеп тұру керек. Яғни осылай Қара Қытай өздерінің несі құрған болатын. Ал енді ол кездегі Сюа Даши деген хан өзімен бірге қаншама адамды алып келеді. 200-ден астам адамды алып келеді. Ляо империясында өмір сүрген кезінде. Енді осы Юлю Даши қайтыс болғаннан кейін, міне ең қызық жағдай осы жерде. Билікке Юлю Дашиның әйелі келеді. Әйел билік басына келеді. Бұл қалай болады? Мұсылман дінінде де, тәңіршілдік дінінде мүмкін болған шығар. Бірақ әйел бастаған көш құлдырайды деген мақал шықты, қателеспесем. Көп кісінің ойында осы әйел билікке отырса мемлекет дамымайды деген ой болады. Бірақ Қара Қытайда әйел билікке отырады. Әйелден кейін әйелдің қызы, қызынан кейін қызының баласы келеді. Сонда екі эпоха бойынша әйел адам билікте отырады. Осы кезде ең қызық жағдай, Европадағылықтағы ресейлер осы орталық Азияда мұсылман дінін тарап жатқан жерде христиандар бар екен. Олар табайық, олар мұсылмандарды жеңді деген сыбыспен ақырын орталық Азия туралы зерттей бастайды. Бұл уақыттарда енді бізде Қимақ Қыпшақ бірлестігі болып, енді айттым Қимақ Қыпшақ бірлестігін. Осылай бізде қазір Шыңғыс ханның кезіне қарай жақындап жатырмыз. Қара Қытайлар қалай жеңіліп қалады деген сұрақ. Олар да 1212 жылы құлдырайды. Олардың құлдырауына өте үлкен себеп болған ең алдымен осы Қыпшақтар, екіншіден Шыңғыс ханның сәл-пәл нелері. Қыпшақтармен, Қара Қытайлармен бірге біздің Қарахан мемлекетте құлдырайды. Ішкі наразылық болады, әрине, ауыр салық халыққа соның билеушінің нәрсіздігі, және наймандардың шабуылынан құлайды. Енді Найман, Керей, Жалайыр туралы айтып кеткім келеді. Ең алдымен наймандар туралы. Наймандар тоже кімдердің несі болған, қалай айтсам екен, Ляо империясының ішінде болған үлкен бір тайпа болып саналады. Олар христиан дінін айтқан болатын, және олардың астанасы Балықты қала деген астана болады. Жаңағы Ғызорда ненің астанасы. Орта ғасырда Азияда және Қазақстанның несінде өмір сүрген олардың ішінде 8 тайпа болған. Монғолияның басында және Архонның жерінде өмір сүрген, және кейін Жетісуға көшеді. Бұл қалай болады? Жалпы айта кететін болсақ, бұл өте қызықты. Инаш Білге хан болады, ең алғашқы ханы, қуатты билеушісі. Ол өлген соң ақырын бітеді наймандардың несі. Наймандарды қалай болады? Кішкене түсіндіріп берейін. Олар да осы Инашыл Білге хан болғанда кейін оның баласы күшлі хан болады. Осы кезде Шыңғыс хан ақырын тайпаларды басып ала бастайды. Сол кезде ол осы Инаш Білге ханды өлтіріп, наймандарды толыққанды өзіне келтіреді. Осы жерде біздің Қарахан мен кімдерді басып алған Қыпшақтар мен Хорезм шах болып саналады. Хорезм шах сол кездегі өте мықты мемлекет болады. Мұсылман дінін ұстанған, Қыпшақтармен бірге ассимиляцияға түскен, Қыпшақтармен біраз уақыт соғысқан мемлекет болып саналған. Бірақ сол уақытта ол келеді. Күшлі хан Жетісуға кіріп келген кезде оларды айтуынша Қарахандарға келеді. Қарахандарға келгеннен кейін ол Қараханның несіне айтады? Ханны былай да былай жау келе жатыр. Шыңғыс хан ол жау. Ол сол кезде 5-6 адаммен ғана келеді. Күшлі хан. Ол жау. Өте қатты жау. Шыңғыс хан жабай адам, көрінгенді жояды, жаумайды, жалпы айтып Қараханның билеушісіне айтады. Және де Қарахан
қараханның билеушісі сол уақыттағы, оны Хорезм шахқа жібереді. Хорезм шахқа барған күшлік өзін мен қараханның билеушісімін деп таныстырады. Осы уақыттан бастап күшлік хан өзі қараханды басып алды десек болады, себебі ол дипломатиялық тұрғыда өзін хан ретінде түсіндіріп қойған болатын. Осы уақыттан кейін қарахандарды толық 5-6 адаммен келген білімі бар күшлік хан басып алады. Олардың артынан келген жаңағы нелер бар, Шыңғыс хан бар, Шыңғыс ханның нелері бар. Жалпы енді қателігі, бұлар таза христиан дінін ұстанған адамдар, наймандар, күшлік христиан діні, және де олар Баласағұн қаласында ислам дініне шектеу қояды. Дінге шектеу қойып, христиан дінін алға тартады. Ол халыққа ұнамайды, халыққа наразылық, және солай бұлар жай күшлік ханның басын алады. 1204 жыл ма, 3 жылы. Келесі керейттер. Керейттердің керейттер, оларды 12-13 ғасырда өмір сүрген. Бастапқы қазіргі Моңғол территориясында өмір сүрді. Дәл солай Ляо империясынан шыққан. Астаналары Бейтөбе, мал шаруашылығымен айналысқан. Тоғырыл хан, Ван хан болады. Шыңғыс хан, осы Шыңғыс ханға өте екінші әкесі болғандай хан болған Тоғырыл хан болып саналады. Ван хан екінші аты. Бұл қалай болады? Шыңғыс ханның тарихын енді сәл тоқталып келе салайық. Шыңғыс хан тарихында оны жетім қалдырады. Білесіздер, әкесі қайтыс болғаннан кейін жетім қалдырады, және сол уақытта Тоғырыл хан осылы кімге? Шыңғыс ханға көтерілуге көмектеседі. Ол оған барлығын жаңағы не береді, жауынгер береді, және солай бірақ 1201 жылы қателеспесем, бірінші ма, екінші жылы 1400, сол жылдары Шыңғыс хан керейттерді басып алады. Ван ханды. Бұл бір жағынан дұрыс болды. Ал енді екінші мемлекет олар жалайырлар болып саналады. Жалайырлар тоже Ляо империясынан шыққан христиан дінін ұстанатындар болып саналады. Жалайырлардың басшысы Жамұқа хан, қателеспесем, Жамұқа хан. Ол енді Шыңғыс ханның қол астында кейбір кикілжіңдер болады. Жамұқа деп қателеспесем, Жамұқа. Олар жетісу жерінде өмір сүрген. Ол қалай болады? Жамұқа Шыңғыс ханның қол астында жұмыс істеп жүрген. Бірақ ол да өзін хан ретінде көреді. Ол біреудің қол астында өмір сүргісі келмейді, және де солай ол Шыңғыс ханнан бөлініп шығып, өзінің мемлекетін құрады. Әрине ол мемлекет ұзаққа созылған жоқ. Себебі оны Шыңғыс хан келіп басып алады. Және Шыңғыс хан Жамұқаға айтады, енді несін өмірінің соңында, енді қателеспесем кешірім сұраймын. Сен менің қол астыма өт. Екеуміз біраз жерді басып аламыз деген кезде Жамұқа айтады. Екеуміздің басымыз, екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды дейді. Екеуміздің басымыз мына жерге сыймайды. Либо мен өлемін, либо сен өлесің деген өлтіреді. Оны естіген Шыңғыс хан оны бауыздамай өлтіреді. Неліктен бауыздамайды? Себебі Шыңғыс хан ол тәңіршілдік дінін ұстанған болатын. Ал қан үшін егер оны қалай айтсам екен, қанын шығармай өлтірсе, басы фирге жіберсе, ондай болса, оның ол қайтып өмірге қайтып келеді деген бір санам болған болатын. Бұл өте қызық. Келесі енді Хазар мемлекеті, және де қазір қарап жүрейін, кешірім сұраймын. Келесі Хазар мемлекеті туралы айтатын боламыз. Хазарлар, олар қысқадан нұсқа айтатын болсақ, Хорезм мемлекеті қыпшақтармен бірге өмір сүрген мемлекет Хазар мемлекеті. 8-ші ғасырдың орта шенінде құрылған, оңтүстік Ресей және солтүстік Кавказ Каспий теңізінің басында өмір сүрген. Түрік қағанаты ыдырағаннан кейін олар өздерінің ақырын нелерін алып шығады. Бірақ осы Хорезм жана қателеспесем оғыздар жеңіп кеткен болатын. Олардың билігінде қаған болды, нақты билік бектің қолында болады. Византия араб елдерімен жақсы түріктермен белсенді байланысты, және де олардың діні иуадизм, еврей діні болып саналады. Хазар мемлекеті әсіре басады, және 965 жылы Киврусымен біріккен оғыздар хазарларды күйретеді. 985 жылы қателеспесем ел болғаларын күйдіртеді. Осымен біздің қысқалесіміз мәресіне жетті. Енді кішкене қыпшақтарды атап кетейін. Қыпшақтар олар Хорезм шахпен өте қатты қарым-қатынаста болады. Олар бір-бірімен уже әйел ауысып
оған мысал ретінде отырар апаты кезін айтсам болады. Отырар апаты кезінде Хорезм шах Мұхаммед шахқа Шыңғыс ханнан хат келген кезде Шыңғыс хан енді Хорезм шах, анау кім? Хорезм шахтың әйелінің інісі болып саналады. Отырардың ханы сол кездегі. Ал енді олардың бәрін жеңген Шыңғыс хан ол келесі Сырез Мичорнда болады. Сіздермен болған мен Ақтан Нұрдәулет. Рахмет. Сау болыңыздар.